Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып әліппе сабағы Б дыбысымен әрпімен танысатын боламыз. Бірінші қарамен жазылған сөздерді қосып және буынға бөліп оқып аламыз. Баха, балық, арба, дорба, шыбын, шыбық, қарбыз, қобыз, қабақ, табақ. Осы сөздерді буынға бөліп және қосып оқитын боламыз балалар. Келесі суретке назар аударамыз. Суретте бізде тізбекте сөздер берілген және суреттер берілген. Осы тізбектегі сөздер қай суретке сәйкес келеді? Соны табамыз. Бірінші бұрыш, екінші қарбыз, үшінші асқабақ. Жақсы балалар, келесі сызба нұсқада бізге сөздерден сөйлем құрау керек. Бірінші шұбат бер, бұзау бесеу деген сөйлем құралады екен. Екінші қатарында болат батыл бол, болат дұрыс оқы деген сөйлемдер құралады екен балалар. Келесі тапсырма сөйлемдерді дұрыс құрастыруымыз керек. Бірінші бақшада қарбыз бар, онда бұрыш та асқабақ та бар деген сөйлем құрастырамыз. Келесі астында бақбақ сөз берілген, содан тағы да басқа сөздерді құрастыруға болады екен. Бақбақ, бақа, тағы қандай сөздер құрастыруға болады? Баба, қабақ. Жақсы, келесі астындағы сөйлемді балалар дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Батыл бол, арба бесеу. Балалар, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.